Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге жаңа Қазақстан, өздеріңіздің алдарыңызға дос көшім Әбіржан Қосанов және мен Расул Жұмалы шығып, әдеттегідей өткен аптаның ең маңызды оқиғаларына тоқталмақпыз. Шын мәнісінде өткен күндер, өткен апталар меніңше өте бір маңызды, ауыр оқиғаларға толы болды. Соның ішінде енді ең айғайлап тұрған тақырып бұл елдегі осындай әлеуметтік жағдай, қымбатшылық, азық-түлік болсын, халық тұтынатын тауарлар болсын, өте ауыр жағдай. Сол картоптан бастап жер-жердегі қуаңшылық, мынау жаз кезіндегі жем-судың жетіспеуінен жекелеген өңірлерде малдың қырылып жатқаны. Енді мынау саясат дейміз, үлкен саясатта мынау Ресей мен ақш-тың арасындағы текетірес аясында Путин мен Байденнің кезекті кездесу және бұның Қазақстанға қандай кері әсерін тигізетіндігі. Басқа да ірі оқиғалар меніңше қосымша бір сараптауды, түсінікті талқылауды қажет ететін сияқты. Бірақ меніңше бүгінгі осы талқымызды әлгі қымбатшылықтан бастасақ. Себеп неде? Бұл тығырықтан шығудың қандай жолдары бар? Қандай баға бересіздер? Осыдан бастасақ. Ассалаумағалейкум. Қымбатшылық деген уақытта әрине жаңа өзің айтып кеткен картошка да бар, оның ішінде су да бар, мал да бар. Бірақ ең қарапайым мәселеден бастайық картошкадан. Ешкім менің ойымша ойлаған жоқ, осындай бір 15 күннің ішінде 2-3 есеге көтеріледі деп. Иә, біз ойламауымыз мүмкін. Жай қарапайым азаматтар ойламауы. Соған арнайы министрліктеріміз бар, арнайы қаншама талдаушы аналитиктер бар, мамандар бар. Осылардың бәрі менің ойымша соны жақсы білгенде сияқты. Біле тұра, осындай жағдайға жіберген бұл өз басын бір қылмыскерлер деңгейіне дейін мен бағалар етті. Себебі өткен жолы ауыл шаруашылығы министрінің айтқан сөзін тыңдап отырсам, біз қазір картошканы Ираннан сатып алуға тура келіп отыр, басқа шетелден алуға тура келіп отыр дейді. Сонда өзіміздің картошка сырт жаққа арзан бағамен кетеді екен де, өзімізге жетпей. Өзіміз сырт жақтан 2 есе 3 есе бағасына алады екенбіз. Бұл не деген жаңағы не дейміз? Министрлік, бұл не деген бір алдын ала болжау, жоспар. Керек десеңіздер, менің ойымша кеңес үкіметі кезінде де осындай жағдайға дәл келген жоқ. Сондықтан мен бұның жаңағы картошканың мәселесі бірақ нәрсе деп ойлаймын да, соны дұрыс басқара білмеу. Бұл министрліктің таза кінәсі. Ол үшін менің ойымша міндетті түрде осы бағытта жұмыс істейтін адамдар нақты сыналу керек деп ойлаймын. Екінші мәселе бұл су мәселесімен жаңағы батыс аймақтағы 14% жылқы, 10% қой қырылды деген нақты сөзді мен батыс жаңағы облыстық әкімнің өзінің аузынан естідік Атамекен каналында. Бұл да менің ойымша алдын ала белгілі дайындық болмауы. Орыстарда айтқан сөз бар ғой, жаңағы күн күркіреген уақытта ғана мұжық құдайын есіне алады деген сияқты. Дәл осындай жағдайдың бәрі осы сияқты. Қысқасы, соңғы осылардың болып жатқанның бәрінде адами фактор бар деп ойлаймын. Демек, сол жердегі соны басқаратын, алдын ала дайындалатын, алдын ала осындай жағдайды болжап білетін қызметтің мүлдем жұмыс істемеуі. Менің одан басқа айтатын ештеңем жоқ. Ешқандай бір, не дейміз, бір алапат, жер сілкініс, болмаған цунами, басқа нәрсе Қазақстанға келген жоқ. Иә, мүмкін жаңағы бірнеше жаңағы мәселелер бірігіп қалған шығар, судың болмауы, қуаңшылықтың 3 жыл бойы қайталануы болып қалған шығар. Бірақ осының бәрін алдын ала болжап білмейтін болса, үкіметтің бізге 5 тиынға да қажеті жоқ сияқты деген ойға келді. Досағаның ойын жалғастырып, мен жалпы тосын ой айтатын шығармын. Бұл дұрыс қой енді, картоп, сәбіз, құрылыс материалдары бәрі бағасы өсіп жатыр, ушығып жатыр. Халық не істерін білмей дал болып жатыр. Мына енді жаздың кезеңі, мәселен қазір ел ішіндегі азаматтармен сөйлессек те, хабарлассақ та осы қымбатшылықты айтады. Меніңше бұның біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, билік ертең бізді сынай ма, сынамай ма, бұның саяси астары бар. Бір ғана нәрсе, осы аптада бірнеше депутаттар үкіметті сынап жатыр. Және де қызық, ол Нұр Отанның депутаты, Нұр Отанның министрін сынап жатыр. Кез келген өркениетті мемлекетте әрбір партия өзінің әріптесіне, серіктесіне соны қорғаштап, оның уәжін айтып, біздің партия мықты, жоқ, біз осылай жасап жатырмыз дейді. Ал Нұр Отанның өзінің депутаттары
министрлерді сынап жатыр. Бұның артынан мен бір нәрсені ғана аңғарам, ол Нұр Отан елдегі жағдайды сезіп отыр. Оның басшылары халықтың наразы екенін, ашулы екенін, ызалы екенін біліп отыр да, сол осының депутаттары арқылы өз партиясына, имиджіне, рейтингісіне дейміз ба, абыройына, беделіне, өздеріне бір плюс алғысы келеді. Сондықтан бұның бәрі саяси ойын. Егер де өткендегі парламенттік сайлауда шынайы оппозиция, аузына қарамайтын, халықтың сөзін ойлайтын азаматтар кіргенде бір тобы, олар басқаша сөйлер еді. Олар клан аралық, топ аралық күрес, тартысқа қатыспай, шынайы халықтың сөзін сөйлеген кезде бәлкім министрлердің де жұмысы басқаша болар еді. Әйтпесе өзінің партияласын сынап атқаннан мен аса бір қатты саяси бәсекені, демократияны көріп тұрған жоқпын. Сондықтан бұның артында биліктің жауапсыздығы жатыр. Яғни бәрібір премьер-министр білет, кез келген министр білет, оларда бір белгілі бір кланның, топтың өкілі, кез келген облыс, аудан әкімі білет. Ел қырылып қалса да, қуаңшылық болса да, қымбатшылық болса да, жоғары жақтағы өзінің көкесімен, орысша айтқанда крышасымен, кланның, топтың лидерімен жақсы болса, ол өзінің қызметін сақтап қалады. Мәселе соған келіп тіреледі. Егер де шынымен де ол жауапты лауазым иесі менің жұмысымның экономикалық көрсеткіштері нашар болса, мысалы, мәселе мен сауда министрі болсам, баға күрт өсіп кетсе, мен сөзсіз қызметтен кетем деген болса, бәлкім ол, Досеке сіз айтқандай, алдын ала жоспарлап, алдын ала дабыл қағып, алдын ала үкіметке қағаз жазып, міне 3 айдан кейін қиын болуы мүмкін, картоп азайып қалуы мүмкін, сәбіз азайып қалуы мүмкін, сондықтан мына резервтен бір нәрсе жасайық деп, ол қимыл әрекет жасар еді. Ал ондай жауапкершілік болмағандықтан осындай жағдаят болады. Және ол енді кеше үкімет айтып жатыр ғой, енді картоп өсет, шығат, оның баға төмендейді деп, Құдай солай болсын, лайым жақсы болсын. Бірақ дәл осылай ара гідік кезең-кезеңімен дағдарысқа ұшырап отыратын саяси жүйені, оның негізі дұрыс емес. Сондықтан жауапкершіліксіз министр мен әкімдердің нақты өзінің саласындағы кемшіліктері үшін жазаланып, керек болса отставкаға кетіп, оның бәрін ел түсіністікпен қарап, оның орнына жаңа бір жоспар жасап, мәселен, келсін жаңа бір сауда министрі айтсын, міне мен осындай жағдайда министр болып келдім, мен 1 жылдың ішінде бағаның жағдайын осылай реттеуге тырысамын. Осындай бағдарлама қабылдайды. Ол үшін заңды өзгерту керек, жаңағы кіші орта бизнеске не беру керек, шағын орта бизнеске мүмкіндік беру керек, салықты төмендету керек деп өзінің бағдарламасын айтсын. Бізде ешбір министр келіп ондай бағдарлама айтпайды, үнсіз келіп тағайындалады, үнсіз келіп өз орнынан, жыл орнынан кетіп басқа бір қызметке ауысады. Және де ең үлкен себебі бұның экономикалық, мен өзім мамандармен сөйлестім, бұның бәрі монополияға келіп тіреледі. Яғни бізде сауда саттық орындарда, үлкен сауда жүйелері де бағаны реттейтін, бәрі монополия. Бізде о жақта ешқандай бәсеке жоқ. Егер де бәсеке болған кезде, мәселен, үлкен сауда ритейлері өзара біздің жаңағы көңілімізді аулау үшін бағасын түсіріп, өзіне жаңағы бәсекелік ортада жарыс жасар еді. Ондай қазір ешқандай нәрсе жоқ. Сондықтан меніңше бұл өзі ұзаққа созылатын, орысша айтқанда перманенттік созылмалы ауру болып кетті. Саяси реформасыз биліктің жауапкершілігін арттырмай, баяғы жартас сол жартас болады деп ойлаймын. Енді Досағаймен келісем, бұл қазір біздің көріп отырғанымыз апатты жағдай емес. Бұл табиғи бір аласапыран болып жатқан жоқ. Күннің аманында болып отырған жағдай. Жалпы қарап отыратын болса, жыл сайын осылайды, мынау билік, басқарушы орындар қысқа дайын болмай шығады, көктем келсе көктемге дайын болмай шығады, жаз келсе жаздың қуаңшылығы болсын, су тапшылығы болсын, соған дайын болмай шығады. Мен бұны кәдімгі басқару жүйесінің дағдарысы деп атар едім. Жыл сайын қайталанып отыратын, 10 жылдықтар бойында. Және бұл жерде меніңше тек қана мәселе кәсіби деңгейдің, менеджерлік бір сапаның жетіспеуінде ғана емес. Қарап отыратын болса, жаңа картоп мәселесі, атышулы. Өзімізде картоп шығарылады екен, бірақ ол төмен бағамен сыртқа кетеді екен, сыртқа сатылады екен. Өзіміз көтерме, әлдеқайда қымбат бағамен сырттан әкеледі екенбіз, оның көліктік шығындары өз алдына. Және бұл бір ғана мысал.
Я болмаса кешегі және бүгін халыққа салып жатқан анау вакцина ресейлік спутник өзінің жаңағы сатылымдағы бағасы бір, ресейліктерге, басқаларға Қазақстан оны әлдеқайда қымбат бағамен сатып алады екен. Бұл меніңше тек қана кәсіби деңгейдің төмендігімен емес. Орысша айтқанда саботаж, немесе бір арагідік, астыртын бір келісілген шешімдер болуы ықтимал. Және бір ғана мысал емес, ол вакцина бола ма, жаңа көлік мәселесі бола ма, картоп мәселесі бола ма. Өте қатты ойлантарлық мәселе, бұның артында қандай келісімдер жатқандығы. Енді үлкен саясат дегенде өткен аптадағы бәлкім маңызды оқиға бұл Путин мен Байденнің арасындағы кездесу, көптеген мәселелер қаралды. Бірақ соның ішінде менің бір байқағаным осы кездесуден кейін Путиннің кәдімгі көңілді шыққандығы. Жалпы бұның соңғы жылдары қойып жүрген ең негізгі талабы бір. Бұрынғы Совет одағының кеңістігінде, постсоветтік кеңістікте біз бастаушы мемлекет боламыз. Біздің істерімізге Еуропа болсын, Америка болсын, ешкім араласпайды. Біз осы тынды деңгейіндегі өз ұпайымызды аламыз деген ең негізгі талап қойып отырғаны. Және кешегі келісімнен кейін осындай бір көтеріңкі көңілден шыққандығы меніңше Ресей мен көршілес жатқан мемлекеттерге айтарлықтай бір жақсы жаңалық болып табылмайды. Кім біледі қандай астыртын келісім болғандығы, бірақ жаңағы Финляндия халқы кезінде Ресейден Финляндияны жерін тартып алды. Не деген сұмдық. Украиндықтар өз жерінде украин тілінде сөйлейді. Не деген сұмдық дейтін мемлекеттің осындай енді барлық карт-бланш беріліп қойуы меніңше қатты алаңдататын ойлантарлық жағдай. Соның бір Қазақстандағы көрінісі енді көптеген жылдар бойында Қазақстанда, әсіресе орталық және солтүстік өңірлерде мынау русский центр, Ресей орыс орталықтарының салынып жатқандығы, ашылып жатқандығы. Меніңше бұл да біздің ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан, арандату мәселелері тұрғысынан ойлантарлық мәселе. Себебі дәл осындай русский центрлар кезіндегі Затулин бастаған, Новиков бастаған ашылған елдерде түбі бүлікке, түбі арандатуға, түрлі сепаратизмге қалып келді. Украина болсын, Грузия болсын, Беларусь болсын. Сондықтан осы мәселелерге де меніңше назар аудару керек. Әзірше мен осымен тоқтаймын. Мен бір Әміржанның айтқаннан екі мәселені қосқым келеді. Бірінші мәселе, Нұр Отан жеңіп шыққан партия есебінде жасақтады, соның адамдары сояқта отыр, оған сол партияластары әрине сын айтып жатыр. Сын айтпаса, дейміз, жерге қарап еттай, халық айтады ғой, сендер депутат болып отырсыңдар, анандай болып жатқан уақытта сендер неге үн шығармадыңдар деп. Сондықтан бір өте ыңғайсыз жағдай қалған сияқты, бірақ менің ойымша фракция болуы да әбден мүмкін сияқты. Себебі егер жасанды, мысалы, Ақ жол партиясынан, әйтпесе халық партиясы оппозиция жасай алмаса, Нұр Отанның ішінде фракцияға бөлінуі әбден мүмкін. Біреуі бір фракция, екінші фракция болып, кейіннен екі партияның да құрылуы мүмкін. Мен бұл болашақты өзімше бір, не дейді, осындай бір жоспары болуы мүмкін деп ойлайды биліктің. Сондықтан кей уақыттарда партияластарының бірін-бірі сынайды, бірақ ол уақыттарда әрине фракцияға бөлініп, мен кезінде осыны айтып едім ғой. Бұл біздің жолымызға жараспайды деген сияқты топтың шығуы әбден мүмкін. Себебі шындығында да олар бір тығырыққа тірелген сияқты. Сынайын десе өзінің адамдары, сынамайын десе мына жақтан халық жеп қоймай жатыр. Ресейде не ойын соғыстырды деген сияқты. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, менің ойымша кез келген мемлекетте осындай жаңағы шығынға батқан уақытта, мейлі ол картоп болсын, мейлі ол мал шығыны болсын, міндетті түрде қанша шығын кеткені жариялану керек. Мұншама миллиард шығынға батты, осы бір айдың ішінде, не жарты айдың ішінде деген сияқты. Мен өкінішке орай ауыл шаруашылығы министрінің аузынан осыны естіген жоқ. Менің ойымша, енді бұл депутаттардың жұмысы әрине, мен соларға бір құлаққа асқылайын деп отырмын да, депутаттардың міндетті түрде осы мәселенің нақты қанша шығынға ұшырағаны Қазақстанның ауыл шаруашылығы, бұның ішінде жаңағы картошканы қымбаттау арқылы да осының бәрін есептеп шығаруға болады. Сол шығынды менің ойымша жариялау керек та. Тек қана жаңағы үндемей отырмай, өздерінің осы шыққан шығындарын жариялаған дұрыс сияқты отыр. Байден мен Путиннің кездесуін қарадық. Мен екі баспасөз мәслихатында толық қарап шықтым. Екі нәрсе ғана айтайын. Бірінші нәрсе, кез келген саясаткер бір істі атқарғаннан кейін баспасөз алдына шығып, ол өзінің мүддесін қорғайды, өзін мақтайды, өзінің елінің мүддесін айтады.
Екі президент те солай айтты. Байден да айтты, мен Америка халқының мүддесінде. Путин да айтты, мен Ресей халқының мүддесінде деп. Сондықтан осындай бір саяси сөздің артында не тұрғанын біздің мына қазақ аудитория біле бермейтін сияқты. Мен журналист ретінде осы жерде сол әлемдік деңгейде болып жатқан саммит, яғни қалай болғанда да екі жүйе, Америка қалай болғанда да өркениетті дамыған елдердің өкілі ретінде, Ресей автократтардың, Лукашенко бар, біздің ел бар, басқа да тәжіктер бар, солардың өкілі ретінде сөйледі ғой енді, қалай болғанда да. Бір екі әлем кездесті. Сонда қазақ оқырманына, қазақ тыңдарманына қандай сараптама беру керек, қандай түйін шығару керек, қандай тағылым алу керек деген бір сөз менде айтылған жоқ. Қарап отырсам, мен өзім енді апталық хабарларды қараймыз. Бүгін енді біз хабарды бейсенбі күні жазып жатырмыз ғой. Мен де қараймын журналист ретінде. Қалай жеткізеді екен? Ресейдің позициясы айтыла ма? Навальный қалай айтылады? Украина қалай айтылады? Керек болса Сирия қалай айтылады деген нәрсені меніңше ол біздің қазақ журналистикасына үлкен сын. Сондықтан сенбі жексенбі күні құрметті көрермен осыны бір қарайды. Қазақ журналистері осыны қалай жеткізеді екен? Әйтпесе осы күнге дейін бізде халықаралық мәселелер бойынша, әсіресе мына ғаламдық, геосаяси кеңістіктегі мәселе бойынша біз көбінесе Ресейдің сөзін сөйлеп, солардың комментарийін беріп жүрміз. Екінші мәселе, Расул сөзіңізге қосылам, Путин ұпайы түгел президент ретінде шыққан сияқты. Әрине белгілі бір дәрежеде қобалжушылық болды. Мен кейбір мәселелерді қарадым, ана реакцияларына. Бәлкім Байден мырза жеке кездескен кезде Америка құрама штатындағы осы Путиннің қылмыстарына, режимнің қылмыстарына қатысты материалдар туралы айтқан шығар. Бәлкім олардың Америка құрама штаты жалпы мына батыстағы банктегі қаржылары туралы айтқан шығар. Кез келген Ресейдің олигархы, қазір кімнің Путиннің маңайында жүрген, олар батыс банкыларының қаржысыз өмір сүре алмайды. Сондықтан егер соның өзін ұстап қалса, ол режим өзіне құлдырайды. Бірақ оның арқасында бүкіл Ресей халқы қиналып қалуы мүмкін. Мүмкін сондай әңгімелер болған шығар. Бір белгілі бір дәрежеде компроматтар айтылған шығар. Қобалжушылық болды. Бірақ қалай болғанда да болса саммиттен кім жеңді десе, мен айтар едім, Расул, сіз дипломатсыз ғой, мен айтар едім, Путин жеңді. Өйткені ол легитимді болды. Бұрын онымен ешкім араласпайтын еді, ешкім бармайтын еді, келмейтін еді, изгой дейді ғой, сондай болып жүреді. А қазір ол Байденмен бірге, және мен кеше бүкіл Ресей каналдарында ана футболдың арасында қарап шықтым, рахаттанып беріп жатыр. Бұның бәрі Путинді мойындау, оның саясатын мойындау, келіспесе де олар бізді мойындайды, Украинаны да мойындайды, еш жаққа кетпейді деп айтып жатыр. Сондықтан бұл жерде ішкі саясат, ішкі пиар жөнінде ол Путин жеңді деп ойлаймын уақытша. Ал русский мирге қатысты мен бүгін Новая газетаға өзімнің әдеттегі колонкамды жаздым. Бізде бір орыс әлеміне қатысты бір қалай айтсам екен, бір артық айтушылық бар. Яғни біз Путиннің автократтық, Кремльдің неоимпериялық саясатын жек көргендіктен оларға өзімізді сын айтамыз, бірақ мен сол мақаламда айтып отырмын. Бізге Путиннің әлемі емес, бізге Пушкин мен Толстой, Достоевскийдің әлемі керек. Бізге гуманизмға негізделген әдебиеттің өкілдері керек. Бізге мына милитаристік қару асынған зеленый человечки керек емес. Бізге орыс болсын, осы постсоветтік кеңістікте болсын, әлемдік кеңістікте болсын, озық үлгілері керек. Әдебиеттің, мәдениеттің, өнердің, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ қалай болғанда да дәл қазір русский мир деген қор бар екен. Оның директоры жаңағы Вячеслав Никонов екен. Осы біздің қазақ туралы ғайбат сөйлеп жүрген. Меніңше қазіргі русский мирдің дәл қазіргі пошымы, мәні, мазмұны ол басқа әлемдерге, соның ішінде қазақ әлеміне енуіне біз қарсылық білдіруіміз керек. Мен мақаламда соны айттым. Менің ойымша бұл жерде ешкім жеңген жоқ сияқты. Себебі бұл алғашқы кездесулері, алғашқы кездесуде екі жақта өздерінің жаңағы негізгі мәселелерін іштерінде ұстап қалатын айдан анық. Екіншіден, мынау коронавирус кезінде барлық елдер үлкен шығынға ұшырап жатырды. Бұл уақыттарда ешкімде нақты біреуіне біреу бір қарсы өзінің принципті мәселесін алға қойып отырып жұмыс істемейді. Бәрі де осы мәселеден құтылып алайық, әзірше еш нәрсені бір күрделендірмейік, шиеленістірмейік деген мәселеде кездескен сияқты екі жақ.
Ресей менің ойымша тек екі-ақ бір мәселеде менің өзім ойымша қолдар жеткен сияқты. Бұның біреуі ядролық қарудың тактикалық жаңағы түрін әрі қарап 24 жылға дейін сол келісімді созу мәселесі. Екінші мәселе Европада жаңағы НАТО-ның, Америка құрама штаттарының жаңағы ракеталарын әзірше орналастырмау мәселесі. Менің ойымша осы екі мәселе сөз болды. Бұл Ресейдің екеуі де күткен мәселесі тұғын. Менің өзім ойлап едім, бұл жерде ақш өздерінің жаңағы стратегиялық ракеталарын Ресейге жақындатып қою мүмкін ба деген сияқты. Бірақ қазіргі тағы да айтып айтам, коронавирустың кезінде ондай нәрселерге мен ойымша жетпейді. Басқасы бұрынғы әңгімелер болды да, Навальный неге оны еттің, Украина неге мынандай деген сияқты әркім өзінің ойында қалған мәселелерменен шектелді. Әрине, олардың жеке отырып сөйлескен уақыттарда әрі қарап не айтқаны белгісіз, бірақ менің ойымша дәл осы індет кезінде ешкім өзінің картасын ашып, өздерінің принципті түрдегі мәселелерін қоймайды. Бірақ санкцияны қалғанына мен қуаныштымын Ресейге деген. Американың санкциясы да, Европаның санкциясында қалды. Оның әрі қарап күшеюі әбден мүмкін. Ертең Навальныйға байланысты сұрақтарына жауап берілмесе, басқаға берілмесе. Сондықтан тағы да бір не дейді, қатаңдату мәселесі менің ойымша бұл әңгіме болған жоқ шығар, мүмкін болса жеке болған шығар. Сондықтан бұл жерде ешкім жеңген жоқ деп ойлаймын да. Бұл жердегі алғашқы кездесулері. Бұл әрине бүкіл әлем үшін жақсы мәселе. Оның ішінде Қазақстанда бар. Егер шындығында да екі елдің арасындағы жағдай тым шиеленісіп кетсе, бұның сол Ресейдің қазір одақтасып отқан экономикалық жағынан одақтасып отқан Қазақстанға да әсері тиеді сөзсіз. Енді екі алып бір-біріне қарсы тұрып жатса, көп жағдайда бұның шығынын немесе бұның ауыртпалығын осы екі алыпқа қарайлайтын, соған тәуелді орталар кешуі әбден мүмкін. Әсіресе үлкен саясатта әрбір алып мемлекет ең алдымен өз қарабасын ойлағанда, және өзінің проблемаларын басқаның есебінен шешуге ұмтылғанда. Сондықтан осы ақш пен Ресей дейміз ба, Байден мен Путин дейміз ба, бұлардың арасындағы байланыстар, бұлардың арасындағы кешегі әңгіме тек қана Америка мен Ресей мәселесі емес. Бұл жерде Украинада болды, Сирияда болды, постсоветтік кеңістікте болды. Геостратегиялық қарама-қайшылықтар болды. Бұның барлығы тікелей Ресейдің я ақштың мәселесі емес. Осы алып мемлекеттер шешіп отырған, ықпал етіп отырған жағдай. Сондықтан менің ойымша осы кездесуден кім ұтылды десе, әлгі екі мемлекетке, әсіресе Ресейге тәуелді мемлекеттер ұтылды деп айтуымызға болады. Себебі карт-бланш беріліп қойған сияқты. Енді екінші мәселе, жаңа Әбеке айтып өткендей, осы сыртқы саясаттағы, халықаралық сахнадағы оқиғалардың қазақ баспасөзінде қалай көрініс табатындығы, қандай баға берілетіндігі меніңше өте маңызды мәселе. Енді жақын күндері Қазақстанда журналистердің күні аталып өтілмек. Әлбетте өзіміздің әріптестерімізді, достарымызды шын жүректен құттықтаймыз, творчестволық табыс тілейміз, бірақ құттықтай отырып, ізгі тілек жолдай отырып, кейбір осындай кемшін тұстарын айтып өтпесе болмайды. Оның ішінде мынау айталық журналистердің бірауыздылығы, өздерінің құқықтарын қорғағанда бірін-біріне көмекке келуі, бір корпоративтік ынтымақтастық танытуы, кейбір өліп кеткен жанрларды тірілту, мысалы журналистік зерттеулер сияқты. Оның ішінде халықаралық мәселе. Өкінішпен айтатын дүние, әлі күнге шейін біздегі осы халықаралық тақырыптар көбіне сол Ресейдің ығына жығылып. Орыс тілді баспасөз бола ма, қазақ тілді баспасөз бола ма, кәсіби бағалаулар, кәсіби осындай бір сараптамалардың жетіспей жатуы. Тіпті кешегі мынау Қарабаққа қатысты, Қырымға қатысты. Біздің баспасөздің көбіне сол Ресейдің сойылын соғатын мәселелерді көтеруі әрине қынжылтады. Меніңше бұл өзгертетін, бұл жетілдіретін, қазақтың ұлттық сана сезімі тұрғысынан қарастыратын мәселе. Енді бүгін біз бірталай осындай бір түйткілдерді айтып өттік, бірақ жаз мезгілінде өткен аптадан бергі келе жатқан жақсы бір хабар. Бұл үлкен бір спорт мерекесі, футболдан Еуропа чемпионатының басталғаны. Енді барлығымыз болмаса да бірталайымыз жан күйеміз, футболды сүйеміз, жақсы көреміз. Сондықтан бұл да қуантарлық жағдай менің ойымша. Бірақ осында бір тағы бір әттеген айда айтып өтпесе болмайтын сияқты. Бұл біздің екі телеарнамыз, Қазақстан және Қазспорт, осы спорт мерекесінен трансляцияларды беріп отыратындығы. Осы тұрғыда құбағы беріп отырғаны, осындай мүмкіндік тудырып отырғаны, бірақ
Неліктен бізде айналдырған 2-3 қана телеарнамыз бар, толықтай қазақша жүргізілетін. Оның бірі Қазақстан. Неліктен Қазақстандағы осы трансляция тек қазақ тілінде жүргізілмейді? Орыс тілінде бөліп, қазақ тілінде бөліп жүргізіледі. Мен осыны түсінбеймін. Орыс тілділердің ондай мүмкіндіктері жетеді. Неліктен біздің қазақ азаматы өз елінде отырып, сол 90 минутты өзінің ана тілінде көре алмайды, өзінің мемлекеттік тілінде көре алмайды? Бір мәселе. Және екінші мәселе, біздің қазақ тілді болсын, орыс тілді комментаторлар болсын, мынау Қазақстандағы және Қазспорттағы. Ресей Федерациясының құрамасы ойнайтын болса, соған жақтасып шыға келеді. Соның бір сойылын соғып отырғаны қайта түсініксіз. Біздің құрама ойнап жатқан жоқ о жерде. Біздің жігіттер ойнап жатқан жоқ. Неліктен соны жақтап шығады? Бұл қаншалықты адами тұрғыдан, спорттық тұрғыдан, саяси тұрғыдан дұрыс. Сондықтан мен осы бір айтқанымды Қазақстан және Қазспорт телеарналарына арнағым келеді. Осыдан бір құлақтарыңызға алатын сырға, меніңше бүйткен ешбір қисынға келмейді, және содан бір сабақ шығарсаңыздар деген ой. Өкінішке орай бүгінгі біздің уақытымыз бағдарламаға арналған осымен тәмамдалып қалды. Сондықтан Досаға, Әбеке, қосарыңыз болмаса, біз осымен бүгінгі әңгімемізді осымен тәмамдасақ. Қайта айтып өтеміз, біз апта сайын Жаңа Қазақстан жобасы аясында өздеріңізбен жүздесіп тұрамыз, өз ойымызды ортаға салып отырамыз. Егер қандай да бір сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, жолдап отырыңыздар. Осы келтірілген сараптамалар, ойлар көңілдеріңізден шықса, лайкты қойып отырыңыздар. Біз үшін ол да маңызды, байқау үшін, сезіну үшін. Ал әзірше сіздермен бірге болған Дос Көшім, Әміржан Қосанов және мен Расул Жамалы. Сау саламатта болыңыздар. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.